Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді қуырдақтың рецептісімен бөлісемін. Қуырдақты дайындау үшін мен осындай өкпе бауырын, бөтекесін, жүрегін және де осындай түйенің етін қосатын боламын. Бұл қуырдақтарды әр жерде әртүрлі дайындайды. Кейбір жерлерде өте ұсақ майда қылып турайды, ал кейбір аймақтарда өте үлкен қылып туралады, ал мен бүгін орташа көлемде турайтын боламын. Кейбір жандар картошкаде қосып жатады қуырдаққа. Олай да жасауға болады, әркім өз қалауынша. Ал мен бүгін құр еттің өзінен дайындаймын. Неке ең соңғы бауырды турап жатырмын. Бұл бауырды етке қосып жібермеңіздер, өйткені тез пісіп кететін болғандықтан етіміз пісуге жақындағанда қосып пісіріп алатын боламыз. Неке бәрін турап дайындап алдық. Енді етімізді жақсылап жуып пісіруді бастаймыз. Қазанның астын қыздырып, самалы ғана сұйық май құйдым, және де осындай малдың майын да қосамын. Майымызды қыздырып алғаннан кейін етімізді жақсылап қуырамыз. Қуырдаққа ешқандай да су қосудың қажеті жоқ. Оның өзінің суымен пісетін болады. Және де осындай кәрі түйелердің, болмаса үлкен малдың еті пісіп болмайды ғой. Сондай ет болса, мен сіздерге оның да қалай тез пісіруге болатынын құпиясын айтамын. Тұздалмаған свежий ет болғандықтан дәміне қарай тұз қосамын. Қуырдағымызды осылай бір бұрқ етіп қайнатып алғаннан кейін тез пісіру әдісі дәл осы тұзды қосасыздар. Бұл китайский тұз деп аталады, аты. Кез келген магазиннен таба аласыздар. Шамамен мен көз мөлшермен саламын, көбіне бір қасық қоссаңыздар жеткілікті болады. Енді жарты сағатқа қайнатып аламыз, бұқтырып, сонда суы сорығып, етіміз балқып пісіп шығатын болады. Етіміз қызарып, өте керемет болып пісіп тұр десем де болады. Ал енді ең соңғы қосатын біз бауырымыз тез пісетін болғандықтан оны етке қосқан жоқпыз, өйткені етке қосып пісіретін болсаңыздар бауырымыз қатайып қалады. Енді кішкене бауырмен бірге бір 10-15 минутқа пісіріп алсаңыздар өте дәмді әрі бауырымыз жұп-жұмсақ күйінде шығады. Неке біздің қуырдағымыз дайын болды. Сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан да каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын.